адалдықтың ақысы. Бір үлкен компанияның директоры барлық қызметкерлерін жинап алып, Пол соның бір болатын. Директор, мен жұмыстан кететін болдым. Орныма келетін адамды өзім таңдаймын. Бүгін бәріне гүлдің дәнін беремін. Бір жылдан соң қайта жиналамыз. Бәріне есте сақтайтын нәрсе осы: дәннен өсіп шыққан гүлді маған әкелесіңдер. Мен сол еңбектеріне қарай бағалаймын. Кім жеңсе, компанияның сол басқарады. Пол да көппен бірге дәнектер алып үйіне қайтты. Үйіне келіп, әйеліне болған жағдайды хабарлайды. Сөйтіп екеулеп дәнектерді құмыраға отырғызады. Пол әр күн сайын оянғанда құмыраны қадағалап жүрді. Ол ылғи да суғарып, түбін қопсытып, тыңайтқыштар сеуіп, тіпті оларға сөйлеп те жүрді. Бірақ ешқандай гүл өсіп шыға қоймады. Уақыт өтіп жатты. 7 ай өсті. 7 ай өтті дегенде Полдың үміті толық үзілді. Директормен келісілген күнде жетті. Пол ол жиынға барысы да келмеді. Сөйтіп әйеліне: офиске бос құмыраны көтеріп бармақпын ба деді. Ақырында бәрібір баруға тура келді. Жинаған әдемі гүлдер арқалап келген қызметтестер де көрінді. Пол есінен танып қала жаздады. Әріптестері мұның бос құмырасын аянышпен қарады. Пол ұялғаннан жерге кіріп кете жаздады. Директор жайқалған гүлдердің бәрін аралап шықты. Сөйтті де Полға қарап: Пол Ригли, бері келіңіз, мән жайды түсіндіріңіз, неге құр қол келдіңіз, деді. Полдың бір жыл бойы түк бітіре алмағанына ұялғаннан беті дуылдап, қып-қызыл болып кетті. Директор оған қарап: жаңа директор сіз боласыз. Былтыр мен бәріңізге өлі дәндер таратып берген едім. Бәрін мені алдап сатып әкелген гүлдер көрсеттіңдер. Араларыңда жалғыз адал әрі батыл адам Пол болып шықты. Ол өзінің жоғары қызметке лайық екенін дәлелдеді. Әркім не ексе соны оратынын білу керек. Бүгін сенім мен адалдық екенсің. Сенің сыйың құрмет пен жетістік болады, деді.